байқасаңыз, тіпті жеке кәсіпте көбінесе жаңа деструктивті ағым ұстанушылар, жеке кәсіпте жүретіндер. Тіпті олар өзінің бағытына тарту мақсатында әлеуметтік жағдайларын жасап отырды. Және немесе жұмыс беріп отырды. Жұмыс беру барысында тіпті біз өзіміз жұмысымызды байқаймыз. Ана адамның көзі жетіп тұрса да ақиқатқа жаңаларын араласуды тоқтатпайды. Неге? Себебі әлеуметтік жағдайын солар арқылы жасап жатыр. Ол деструктивті ағым ұстанушылардың ең бір үлкен қаруларының бірі ғой ол да. Өйткені оңашаланып жүрген адамдарды, жаңа болмаса бір депрессияда жүрген адамдарға көмек беру арқылы, материально болсын, морально болсын көмек беру арқылы өздерінің бағытына тарту. Әрине олармен араласып жүруде өте қауіпті. Оны біз айтып жатамыз. Түптің түбінде саған идеология жұқып кетеді. Бізде қазақта сөзі бар ғой, қазанға жақындама, күйесі шығады дейді. Міне сол секілді болмаса бір күн емес бір күні бір идеологиясымен ауырып жатады. Біздер жастарымызға осы кезден бастап дұрыс фундаментті қалыптастырсақ, дұрыс діни бағытты қалыптастырсақ, ол адасу қаупі азырақ болады. Себебі бізде қазіргі таңда адасып жатқан азаматтардың былай айтқан кезде сыни ойлауы төмен, өте төмен. Әрине, себебі діни білім болмаған. Түптің түбінде діни білім болмағандықтан ода салыстырмалы түрде білім болмайды. Сол үшін де жаңағыдай дұрыс емес идеологияды өздеріне сіңіріп алады. Ал егер біздер университетке, мектептерді, жаңа колледждерді аралап, дұрыс бағыттағы діни насихаттарды насихаттасақ, біздің ата-баба жолын насихаттасақ, кейіннен оған бағанадай дұрыс емес деструктивті ағым өкілдері жолыққан сәтте, өздерінің идеологиясын насихаттаған сәтте, ода сыни көзқарас пайда болады. Бір сөзбен антивирус пайда болады. Ол салыстырады. Тоқта, біздің бабаларымыз былай деген, дұрыс діни бағытта былай деген деп өзіне бір сөзбен рот дейді ғой, жауап қайтарады. Жауап қайтармаған жағдайда да өзі адаспайды.